Құрметті оқушылар, алдыңғы видеода мен сіздерге периодтық топтардың қалай неше элемент бар екенін, қай жерде орналасқаны туралы айтқан болатын. Топтар туралы айтатын боламыз. Жалпы топ дегенде көбінесе оқушыларымыз шатастырып жатады. Қараңыздар, период негізінен көлденеңінен орналасады. Біздегі 7 период болатын болса, ал топтар бізде тігінен орналасады. Байқасаңыздар, мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 номерге дейін барады. Топтар дегеніміз тігінен орналасады. Және көбінесе қателесіп жататынымыз топтарда қандай элементтерге жатады, иә? Мысалы үшін, негізгі топтағы элемент бар және қосымша топтағы элементтер көріп тұрсыздар, оң жағында немесе сол жағындағы. Бірінші периодтағы элементтер бұл біздегі бірінші топ, бұл біздегі сілтілік металдар деп аталады. Яғни литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций. Екінші сілтілік жер металл деп аталады. Сілтілік жер металл бұл біздегі бериллий, магний, кальций, стронций, барий, радий. Оң жағында тұрған. Сол сияқты үшінші топтағы негізгі топтағы элементтер бұл екідайлы немесе кей жағдайларында амфотер элементтер деп айтылады. Келесі біздегі төртінші топтағы тұрған элементтер көміртектен басталғандықтан көміртекті топтар деп айтылады. Келесі біздегі азот, азотты басталғандықтан азот топ элементтері деп айтылады. Алтыншы топтағы элементтер халкогендер деп айтылады. Халкогендер жаттап аламыз, иә? Келесі бұл біздегі жетінші топтағы галогендеріміз, негізгі тобындағы марганец жатпайды, фтор жатады, иә? Осыған мән береміз. Құрметті оқушылар, негізгі анықтамада 3 түрлі күйінде айтылатын бұл біздегі 8-ші топтағы элементтер болады. 8-ші топтағы элементтердің 3 түрлі атауы бар. Асыл газдар, салғырт газдар немесе инертті газдар.